Қайырлы күн, құрметті қазақстандықтар. Менің атым Бекнұр Несіпбаев. Мен Астана Моторс компаниясының бас директоры боламын. Осыдан 16 жыл бұрын мен осы Астана Моторс компаниясына жұмысқа келгенмін. Ол бірінші менің лауазымым складта кладовщик болатын. 16 жыл бойынша мен дамып осы қазір компанияны басқарып отырмын. Астана Моторс компаниясында бүгінгі таңда 6000-нан астам адам жұмыс істейді. Қазір біз Hyundai Trans Kazakhstan зауытында тұрмыз. Бұл жерде 1300 адам жұмыс істейді. Және де Алматыда тағы бір коммерческалық техника шығаратын зауытымыз бар. Ол жерде 300 адам жұмыс істейді. Және де осы Алматыда индустриальный зонада біз қытайлық автокөліктерді шығаратын мультибрендті завод салып жатырмыз. Ол жерде 3600 адам жұмыс істейтін болады. Және де Қазақстанның локализациясын көтеру үшін осы зауыттардың жанында біз автокөліктердің орындықтарын шығаратын, пластиктік детальдарын шығаратын және мультимедиялық комплекстарын шығаратын зауыттар салып жатырмыз. 1-2 жылдың ішінде біздің зауытта істейтін адамдарға тағы да 4000 адам қосылады. Наша большая задача – это увеличение локализации автомобилей в Казахстане. Для этого мы строим несколько заводов также в Алмате, в индустриальной зоне, где будут производиться мультимедийные системы, автомобильные сиденья, пластиковые детали. Здесь собрались одна смена нашего завода Hyundai Trans Kazakhstan. Это наши слесаря, бригадиры, инженеры, колористы, лаборанты, экологи, все, кто участвует в производстве автомобилей Hyundai на нашем заводе. Мы работаем и мы верим в развитие индустрии нашей страны. Мен Абдухожаев Жарас, Hyundai Trans Kazakhstan зауытының жетекші инженер-технолог қызметінде жұмыс істеймін. Бұл қызметте жүріп, еңбегім еліме төс белгісімен марапатталдым. Өзім Жамбыл облысы Саркемер ауылының тумасымын. Ата-анам, бауырларым, қара шаңырағым сонда. 4 жыл бойы завод өзінің екінші үйім сияқты болып кетті. Заводта 1300-ден аса Қазақстанның әр жерінен жиналған әріптестерім бар. 4 жыл ішінде шанақты дәнекерлеп және бояп үйрендік. 100-ден аса өндірісті жақсартуға арналған жаңартулар енгіздік. Біз кез келген Hyundai заводында жұмыс істей аламыз. Бірақ біз өз туған жерімізде, отанымызда жұмыс істегіміз келеді. Келешек ұрпақтың болашағы жарқын болса екен дейміз. Мы с уважением относимся ко всем профессиям и обращаемся ко всем, кто также с уважением относится к людям и их труду. Что сейчас будет делать молодежь, которая обучается на технических специальностях? Что с ними будет и кем они станут? Уважаемые казахстанцы, мы, сотрудники компании Hyundai Trans Kazakhstan, обращаемся к вам, чтобы вы услышали нас и делали свои выводы. Я Айтымова Айзура, инженер-эколог на заводе. Я родом из города Кебастуз Павлодарской области. Я воспитываю сына. Со мной проживает мама, пенсионер по возрасту. И я такая на заводе не одна. За нами семьи, родные, которых мы обеспечиваем. На нашем заводе работают молодые специалисты после вузов и колледжей, которые хотят развиваться, больше зарабатывать, лучше жить за счет знаний и профессий, которую они получили и которая востребована во всем мире. Нам, казахстанцам, давно пора научиться не только продавать в другие страны, но и перерабатывать свои минеральные ресурсы, наше богатство, богатство нашей страны. Мы должны прийти к производству и к цивилизованному рынку. Мы за рост доходов народа, мы за производство.